Түнгі мектепте қоңырау өздігінен соғылды. Ал сыныпта ешкім жоқ еді. Кенет тақтаға бормен бір ғана сөз жазылды: кетпе. Осыдан кейін бұл мектепте болған оқиғаларды дауыстап айтуға қорқады. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, дайын болсаң, біз бастаймыз. Қаланың шетінде ескі ағаштармен қоршалған бір мектеп бар еді. Ресми құжаттарда ол жабылды деп көрсетілген. Себеп апатты жағдай. Бірақ жергілікті тұрғындар басқа нәрсені сыбырлап айтатын. Бұл мектепте түнде жарық жанып тұрады, ал кейде қоңырау үні естіледі. Мен бұған сенбегенмін сол түнге дейін. Мен студент кезімде қосымша жұмыс іздеп жүріп, сол мектепке түнгі күзетші болып кірдім. Директор бір ғана ескерту жасады: 3-ші қабатқа шықпа, қандай дыбыс естісең де. Неге екенін сұрағанымда ол үндемей қалды, тек көзін тайдырып, қажеті жоқ деді. Алғашқы 2 түн тыныш өтті. 3-ші түнде түнгі 03:17-де мектеп қоңырауы соғылды. Мен орнымнан ұшып тұрдым. Электр өшірулі еді. Ал қоңырау механикалық емес, нағыз сабақтағыдай. Дыбыс 3-ші қабаттан шықты. Мен өзіме елестеп тұр деп қайталай бердім. Бірақ аяқтарым баспалдаққа өзі алып шықты. 3-ші қабатта ауа суық, қабырғада сағаттар кері жүріп тұр. Сыныптардың есігі ашық. Бір сыныпта тақтада жаңа жазу бар еді. Сабақ басталды. Ал парталарда ешкім жоқ. Кенет арт жағымнан сыбыр естілді. Ағай, мен жауап бермедім. Артқа бұрылдым. Мектеп формасындағы бала, беті көрінбейді, көлеңке сияқты. Үйге қайтқым келеді, деді ол. Сол сәтте есік тарс жабылды. Терезелер қараңғылап кетті. Бала баяу басын көтерді. Көзінің орнында қара бос қуыс. Бізді ешкім күтпеді, деді ол. Сабақтан кейін өрт болды. Сол кезде есіме түсті. Бұл мектеп 15 жыл бұрын өртенген. 3-ші қабатта қалған балалар туралы ресми айтылмаған. Қоңырау қайта соғылды. Бұл жолы қатты, өте қатты. Бала маған қарап, қал, деді. Тақтада жаңа сөз пайда болды: сен келесісің. Мен көзімді жұмдым. Көзімді ашқанда таң атып келе жатты. Мен мектептің алдында отыр екенмін. Есік жабық, терезелер бос. Бірақ алақанымда бормен жазылған сөз бар еді: кетпе. Сол күннен кейін мен бұл мектепке жақындамайтынмын. Ал кейде түнде қаланың шетінде қоңырау үні әлі де соғылады.